Шығыс Қазақстанда бильярд ойыннан республикалық турнир өтті. Оған Қазақстанның барлық өңірінен 50 ойыншы қатысты. Ойын шарты бойынша 60 жастан асқан азаматтар бақ сынасты. Турнирді арнайы Өскеменде ұйымдастырған облыстық әкімдік қызметкерлері тәуелсіздіктің 30 жылдығына арнаған. Биылғы бильярдтан өткен жарыстың ережесі өзгеше. Ұйымдастырушылар ойыншылардың жас ерекшеліктеріне қарап екі санатқа бөлген. Спортшылардың ең үлкені 80 жаста. Бұл жердегі ойынның өзіндік ерекшелігі бар. Бильярдта шахмат секілді ойын. Шарды соғып қана қоймайсың. Көп ойлануың қажет. Қарсыласыңның ойын біліп тұруың керек. Бүгінгі ойын өте жақсы болды. Турнир елімізге танымал металлург Бағдат Шаяхметовті еске алуға арналған. Өскемендіктер ерекше құрмет тұтқан азамат ұзақ жылдар бойы Титан магний комбинатын басқарып, елдің өркендеуіне айрықша үлес қосты. Сондықтан марқұмның әріптестері мен дос-жарандары, ағайын туыс балалары бильярдтан жылда жарыс өткізуді қолға алған. Қатысушылар қарсыластарының мықты, ойынның қызықты болғанына разы. Бүткіл Қазақстаннан мына Бағдат ағамыздың турниріне келген жігіттер бәрі осал емес. Бұл жерге барғая почти 50 адам келді. Соның ішінде мен кішкентай жеңімпаз болдым. Бағдат ағамның жатқан жері жайлы, топырағы торқа болсын. Ұйымдастырушылар соңғы 2 жыл қатарынан болған еліміздегі індетке байланысты кедергі болғанын айтты. Бірақ жарыс бұдан кейінгі жылдары тұрақты өтіп тұрады деп сенеді. Турнирлердің бәрі де талай жыл табысты еңбек еткен ел ағаларының еңбегін жастарға дәріптейді. Ары қарай жастарға үлгі болсын деп осындай. Біздің енді өзіміздің жолдасымыз Бағдат ешқайда ұмытылмайды деп оның істеген, ары қарай жалғастырып, ұрпақтарға жеткізіп деп біздің күшіміз қандай жетеді, соны ұйымдастырып жатырмыз. Турнир жеңімпаздары марапатталып, жүлде иелеріне естелік сыйлықтар табыс етілді. Ардагер спортшылар келесі жылда Өскеменде кездесуге уәде етіп тарқасты. Жазира Әбіл, Атамекен бизнес арнасы.